2002 жылдың 6 тамызында Өзбекстан Республикасы Бухара облысында қарасты Тамда ауданында Аққұдық ауылдық кеңес аумағындағы Ленин атындағы ұжымдық шаруашылықта шаруа жанұясында дүниеге келген. Ақындықпен бірге журналистика саласын қатар алып келе жатқан қаламгер. 1985 жылдан бері журналистика саласында еңбек етеді. Ташкенттен шығатын республикалық Нұрлы жол, Тамды аудандық Тамды шаруагері атты қазақ газеттерінде еңбек етті. 2005 жылы Атажұртқа келді. Қазақстан журналистер одағының мүшесі, ақпарат саласының үздігі, төс белгісінің иегері. 2005 жылдан бастап Степногорск ақшамы газетінде еңбек етуде. Қазір осы газеттің редакторы. Қазір престиж газеті ғой, қазір Степногорск ақшамы емес, қазір престиж газетінде еңбек етіп жүр бұл кісі. Болатбек Жамбаевтың жеке және ұжымдық авторлық топтамасында кітаптары жарық көрген. Сіздерді осы кітаптармен таныстырайын. Болатбек Жамбаев Қызыл құм қыраны деген кітабы бар. Бұл кітаптың ішінде өлеңдер жазылған. Қызықты болса, үлгілі балалар кітапханасына келіп алуыңызға болады. Және де осындай кітапша бар бізде. Жыр шамбыр деген өлеңдер топтамасы. Қазақстан Республикасының қоғам қайраткері республика байқауының материалдар жинағы. Барлық материалдар осы кітаптың ішінде жиналған. Және де бізде міне кітапханада біз нелерді жинаймыз ғой, газеттерді. Осы журналдың ішінде ақын Болатбек Жамбаев 50 жаста деген осындай өлеңдері шығарылған. Сол қызықты болса, келіп, қарап оқуымызға болады. Және де Мәңгілік көктем деген кітабы шыққан. Бізде кітапханада осындай дисктар бар. Біздің кітапханада 2 дискіміз бар бізде. Жыр жамбыр деген. Келіп көріңізге болады. Және де бұл кісінің дипломдары бар үстелде бізде. 1-ші дәрежелі диплом. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың әділеттің қазақстандық экономикалық бағдары атты Қазақстан халқына жолдауын еліміздің әлеуметтік және экономикалық дамуына үлес қосып жүрген азаматтардың арасында кеңінен насихаттау мақсатында өткен Қазақстан Республикасының қоғам қайраткері атты республика байқауында қатысып, жеңімпаз атанған Жамбаев Болатбек Тұлыбаевич. Осындай дипломдары бар, алғыс хаттары. Және де міне Арман асулары деген прозалық шығармалар осындай кішкентай кітапшаларда жиналған. Ал енді ортаға біздің қонағымызды шақырайық. Ақмола облысының Степногорск қаласының Степногорск ақшамы газетінің редакторы Болатбек Жамбаев. Ұстаздар, қадірменді оқушыларым, сіздермен біз бүгін Алланың жазуымен кездесуге нәсіп етті. Балалар кітапханасында осындай кездесу болып жатыр. Рахмет сіздерге шақырғандарыңыз. Ал енді сұхбатты бастамай тұрып, бізде балалар өлеңдер дайындап келді. Сол өлеңдерге рұқсат берсе, балалар айтып берсін. Дайындаған балалар бір-бірден орта ашып айтып келсеңіздер. Ғана жанары жаудыреген жаутан көз көрдім бала. Болса да ән сап жүрген арманы қанша-қанша. Анасын аңсап жүрген жүрегі парша-парша. Ән сайыс өткізілсе, жүретін алдын бермей. Сүйкімді бет жүзіде өз балам болсын дердей.
Жақсы, рахмет. Жыр осы өмірің мәңгілік әуендей. Өмір ән, өмір үн, өсірінген мәуендей. Жақсы, рахмет. Неліктен журналистика мамандығын таңдадыңыз? Бұл мамандық оңай емес. Мүмкін сіздің таңдауыңызға біреу әсер еткен шығар. Ja, құрметті оқырмандар, журналистика мамандығын таңдауымның себебі мен сол мектеп бітірер шағымда сол өлең жаза бастадым. Өлең жазу арқылы өзіміздің ауданда Тамча Рогер деген газет бар, соған өлеңім шықты. Содан кейін мен өлең жаза бастадым. Өлеңнен кейін енді редакциядағылар айтты, сен мақала жазып тұр деді. Мен сондай бір-екі мақалалар жаздым, мектеппен қоштасып, туған жер деген сияқты. Содан кейін мектеп бітіргеннен кейін мен бірден армияға кетіп қалдым. Сол жақта да хат жазып тұрдым редакцияға, соның бәрі шығып тұрды. Содан кейін осы журналистикаға қызықтым. Сол журналистикаға түсті. Менің өзім ағам бар, Шойынбек деген, сол кісі айтты, сен Казгуге оқуың керек деді, журналистика. Сол кісінің айтуымен осы кәсіпке келдім. Қиындықтары бар. Жақсы, рахмет. Келесі сұрақ. Журналистика мамандығына қалай келдіңіз? Жүрек қалуымен бе, әлде осы мамандықты таңдауға себепші оқиға немесе бір жағдай болды ма? Жаңа айтып кеттім, соның ізін жалғайын. Мен 1985 жылы мен 23 жастайдым да, сол кезде мен орта білімменен аудандық газетке жұмысқа кірдім. Ол кезде партияның газеті ол коммунистік партия дейді. Анау кіргізе қоймайды. Мен орта біліммен сол редакцияның адамдарының сынақтан өткіздім. Мен мақала жаздым. Сол кісілердің сынағыменен орта білімді болсам да соған кірдім. Бірақ содан кейін 2 жылдан кейін сырттай Казгудың журналистика факультетіне түстім. Сонымен жұмысым жалғасып кетті. 23 жасымда газетке кірдім жұмысқа. Жаңа Шойынбек деген ағам айтты, сен осыған оқуың керек қой деді. Мен өзі артист болсам ба деймін, ән айтқанды жақсы көремін. Шымкентте мәдениет институты бар деді, соған оқуға түстім. Жоқ, сен деді, алдымен журналистиканы бітір деді. Сол үшін журналистика. Сіз қайда оқыдыңыз? Киров атындағы, қазір Әл-Фараби атындағы қазақтың мемлекеттік университеті Казгу дейді, Алматыда. Нөмір 1 оқу орны var Қазақстанда. Қазақ журналистикасы, жамбыл журналистика бар еді өзі. Қайда қойыңыз? Жалпы журналистиканың қиындықтары бар ма? Қалай? Жалпы айтқанда журналистиканың қиындықтары бар ма? Журналистиканың қиындықтары бар, я. Қазір менің жасыма келіп айтсам, мен үшін қиын емес, мысалы үшін. Ал кішкентай енді бастап жатқан адамдарға, жастарға мысалы оқуға түсесіз ғой. Журналистиканың факультеті бар, мысалы Еуразияда бар, сондай. Түсесіз, сіз оған түсе салған кезде бірден түсе салмайсыз, мынандай жазған газетаға шыққан мақалаларыңды апарасын, ол кісілерге конкурс болады ол жерде. Сынақтан өтесің. Журналистиканың қиындығы, сен барлық кәсіпті білуің керек та. Мысалы үшін қой бағып жүрген қойшыны жазу үшін сен өзің қойшы болуың керек. Қойшы деген не ол? Айдап жүріп ізінен жүре береді ме? Оның әртүрлі малдың туымы бар, малды өсіру керек, оның жүнін қырқу керек дегенде сен соның сырларын білуің керек та шопан болу үшін. Ал шоферді жазу үшін шофер болуың керек. Шоферда не бар? Доңғалағы бар, жаңа радиатор, жаңа аккумулятор дегендер білуің керек, сен шофер. Сен шоферді жазу үшін сен шофердің кәсібін білуің керек. Ана дәрігер жазу үшін дәрігер болуың керек сен. Дәрігердің скальпелі бар, оның дәрігер операция жасағанда не істейді? Жаңағы әртүрлі дәрілердің атын білуің керек. Сол құр жаза бермесің, мына дәрігер бар екен, ол жақсы дәрігер екен дегенін ешкім оқымайды. Сен оның ішіне кіруің керек. Соның бәрін білуің керек та, мұғалім болу үшін мұғалім болу керек. Психологияны білуің керек, педагогиканы білуің керек. Яғни журналист болу үшін жан-жақты универсал адам болуың керек. Мұндай қиындықтар бар. Мысалы үшін біреуді критикаласаң, сынап жазсаң,
ол адам жақтырмайды, мысалы үшін. Ой, мен жазды ғой деп. Оның жазғаның үшін жаңағы критиканың дәлелің болу керек оған. Дәлелсіз біреудің айтқанымен жаза берсең, ол ертең сенің үстіңнен жауып салады да. Көп журналистер сотқа тартады, сотқа береді адамдар. Неге дейсіз, мен критикалады, мені сынады дейді да. Соны сынағаның үшін сен дәлелің болу керек. Ол жемқор ма? Жемқорлығын сотта көрілген ба, полиция тексерген ба, соны білуің керек. Анау алкаш деп жаңа арақ ішкіштер жазады ғой, ана 02 сообщайды деген жаңа 02 хабарлайды деген. Сондайларды жазушы едік, жаңа мас болып жаңа полицияға түскендерді жазса, олар ертең келеді. Мен неге жаздым дейді, сен міне полицияға түсіпсің ғой, сен міне көрсетуің керек та сондай. Сондай қиындықтар бар. Өзінің туысқаның болып шығады біреулер. Ей, менің туысқаным едің ғой, сен неге мен жаздың? Сондай қиындықтар бар. Тағы бір сұрақтарыңыз болса айта беріңіздер. Бала кезіңізде кім болғыңыз келген? Бала кезімде кім болу керек екенін мен ойланбағанмын. Себебі мен мектеп бітіретін кезде бәрін кім болам деген шығармай береді. Мен ойлан кім боламыз деп. Түсінбеймін, өзім ағам ветврач болған, мал дәрігері, сол мал дәрігері болсам ба деймін. Бір ағам шофер болған, мен шофер болсам ба деймін. Сосын келіп, мен өз домбырамен ән айтатыным, өз әнші болайын дедім. Жаңа Шымкентте мәдениет институты бар деді, соған барай деді. Бірақ мен жаңа журналистикаға кетіп қалдым, ағам шойынды ағам айтты, журналистика жақсы. Сенің осы өзің сынап көр деді. Солай. Айта ғой тұр болуымен. Қандай ақындарды жақсы көресіз? Ақындар. Өмірзақ Қожамұрат деген кісіні жақсы көремін, өзіміздің жерлесіміз ақын осы Қазақстанға танымал болған кісі. Содан кейін Сәбит Жаманғарайып деген кісі. Содан кейін Қайпназар Шотбасов деген кісілер болған. Біздің ұстазым өзі. Жаңағы Тұманбай Молдағалиді жақсы көремін. Абай Құнанбаев екі класста атамыз. Сондай жергілікті ақындардың бәрін жақсы көремін, ұстаздықсам өзіне. Кімде бар? Қол көтермей тұрып сұрай беріңдер. Мұсылмандыққа көзқарасыңыз қандай? Мұсылмандық деген жақсы, ол мұсылман адам өз кәмелетке толғаннан кейін мұсылмандық жолды ұстау керек қой, мұсылмандық жолын. Мұсылмандық жол жаңа 5 парызы бар, Құранды оқуым керек. Құранда жазылған, мен өзі неше жыл болды, 7 жыл болды, 5 уақыт намаз оқимын. Құран мұсылман болу керек адам. Ата-ананы сыйла дейді, Құранда не дейді? Тәрбиелі бол, бір-біріңді дос тұт дейді. Әрқашан біреуге жәрдем бер дейді. Сол үшін мұсылмандық жолды ұстану керек, бәріміз ұстану керек. Мұсылмандық деген ол ұлттығын қамайды. Мысалы, орыста мұсылман болу керек, немісте мұсылман болуы мүмкін, арабта, қазақта мұсылман болу. Біздер мұсылмандықтың түпкі негізі ол халықтардың бірлігі, имандылық дейді. Тағы сұрақтар бар екен. Ақындардың көбісі журналист болады екен. Ақын болмайды, журналист болуға болады. Журналист болу үшін еңбек керек. Айтады ғой, 99% еңбек керек, 1% дарындылық керек дейді. Артистерге де солай айтады ғой. Еңбек етуің керек та, 1% талантың болу керек та, мына жазуға, сызуға 99% яғни еңбек етуің керек. Терлеуің керек, сондай. Сендер журналист болсаңдар, сондай жолмен өтесіңдер. Мектепте қандай пәндер ұнады сізге? Мектепте мен география пәнін жақсы көремін. География деген қызық пән ғой, сіз айтады, мына табиғаттарды білесіз, содан кейін астрономия. Аспан әлемі қызық. Содан кейін жаңа әдебиет, қазақ тілі әдебиет. Мен морфологияны жақсы білемін да. Морфологиялық талдау деген. Университетке барған кезде морфологиялық талдау деген бәрі қинады ғой. Морфология деген сөздің әр сөзді талдап шығасың, қандай сәт. Журналистикаға қашан келдіңіз? Бір-бірден балалар. Журналистік жолыңызда өзіңіздің бір өте көп уақыт алған мақалаңыз, есте қалған ең ауыр жұмысыңыз болды? Көп уақыт алған.
Meni ең бірінші журналистикаға барған кезде аудандық газетке бардым. Bir 10-15 günden keyin sen dedi komandirovkaya barasın dedi. Çolsa komandirovka деген не едім білмеймін. Қолыма бір деп мынандай командировочный парақ қой листок жазып берді. Мынаны пәлен деген совхозға барасың. Совхозға жол күтіп жаңа жаяу жалпы машинаның көзінің үстіне тұрып бардым. О жаңа командировочныйды оны бухгалтерияға тапсыру керек екен. Оны бастығына, совхоздың директорына көрсеттім, мен келдім дедім. Ол кісі айтты, бір машина тауып берді, астына ферманың заведующінің меңгерушісін қосып жіберді. Ауылдарды аралап, қойшылардың ауылын аралап жүріп, барып ауылдарды жаңағындай қой, жаңа мал төлдету кезекен. Сол кездерде әр ауылға барам, ұмытып қалам деп жаңа әр ауылдың атын ұмытып қалмау үшін әр бетке, әр ауылға шопандардың несін жазам да. Сол бір күн айналып келдік сол. Жаңа командировочный қағазын қалтамда жүре берді. Сол қайтып келген екен бухгалтер бізден сұрамайды. Ол кісі де ақша шығармау керек та ол кісі. Сол қалтамда жүріп, сол жаңа командировочный қалтамда мен білмеген ғой. Ол печат бастыру керек екен оған. Прибил убил деген. Сол жаңа келгеннен кейін жаңа жазып атым ғой. Жаңа пәлен деген ауылға бардым, ана жерде мал туылып жатыр екен, ана жерге бардым, қасқырды. Малдарға тиген екен, ана қасқырды шопандар атып алыпты деген сияқты сондай жатыр. Бәрін бір бетте толтырып қойған ба, болды. Сен бір барып келген бір-ақ бет па, сол дейді. Сен де бұны 2-3 газетке жазуың керек қой деп, мен білмеймін ғой, сол бәрін бір бетке жаза салған болды деп. Енді газетте дымда жоқ. Сондай қиындықтар болды, білмеген. Оны созып жазу керек екен. Еңбектер, машының, отын, үйінде отын жоқ, шалсын, шопан дейді, малды бағар, үйіне отын керек қой. Отын алу керек, ана жерден сексеуіл әкелу керек. Ана құдықтан су әкелу керек дегенде, соның бәрін ашып жазу керек. Оны білмеген. Жыл мезгілінің қайсын ұнатасыз? Жыл мезгілі көктем, қаз, күз, мен көктемді ұнатамын, мәңгілік көктемде осы кітап неге мәңгілік көктемден деп айтты да сұраған кезде мен көктем айында мен ең бірінші өлеңімді қырдың басында отырып ауылда әкем түйе баққан, түйені білесің бе? Менің әкем түйе баққан, мен түйешінің баласы боламын, мен мынандай үйлерді көрмегенмін. Атар дейді ана малды ауылды юрта дейді, киіз үйдің ішінде біздер қыстау ішедік. Білесің бе? Үйдің ортасына от жағамыз. Көктем болады, көктемде қырдың басына шығып, осындай гүлдердің қасына отырып, өлең бастап жазған ғой, көктемді жақсы көреміз. Анау шахтер деген қандай кәсіп? Шахтер болу үшін не істеу керек? Қолда жаңа мынандай молоток дейді ғой, балға жаңа тесіп, жаңа стеналарда жаңа алтын қазып жатқан соларды көруің керек сен. Очерк деген бар. Әңгіме. Мақала, қарапайым мақаладан бастау керек. Азғантай мақала жазсаң, оны одан кейін әңгіме жазасың, одан кейін очерк, роман, повесть жазып кетесің. Журналистикаға келуіңізге кім себепкер болды және не себеп жүргізді? Оны айттым ғой, өлең жаза бастағаннан кейін, әңгімеде жаза бастадым, содан кейін жаңа армиядан тұрып жазып жібердім дедім ғой, өзіміздің газетімізге шығып тұрды. Мен армиядан келгеннен кейін түйе бағып кеттім 2 жыл. Ол кезде де жазып тұрдым, газетке хатпен жазып жіберемін, ал поштамен салып жібересің, ол кезде почта ғой. Шығатын еді сол. Өзімнен үлкен ветврач ағам бар, осы жерде тұрады, мал доктор болғанда, сол айтты, сол кісі. Сен деді, бұлай жүре берме де, сен журналистикаға баруың керек, Алматыға деді. Одан кейін мен жұмыс жаңа 10 жылдық мектеп, жаңа 10 жылдық орта біліммен жұмыс істедім ғой. Одан кейін айтты, сен орта біліммен жүре бермейсің деді, сол оқуың керек деді. Содан кейін біздер бас қостық үйленгеннен кейін бар, мен 2005 жылы мен Қалдыбек Қожаназаров мен жолдасым, сол кісінің демеуіменен Қазгөдің журналистика факультетіне барып оқыдым. Тағы бар ма? Сіз өз өмірлік тәжірибеңізден жалпы өмірде
нерсе болгон жактарда сиз болочак урмакка кандай кеңеш берер элеңиз? Қазір да электрондық дәуір ғой, қазір жаңа заманымыз дамып кетті ғой, компьютер бағана айттым ғой, мынаның қорғасымен мына әріптерді біреу-біреулеп салып тұратын дейді. Типографияның адамдары ишара қолдары қара краска болып. Қазіргі заман дамыған заман, компьютермен жазасың, бюстқа қыласың, салып жіберсең, ар жақтан Астанадан шығып келіп жатыр газет. Қазіргі жастар сендерге еңбек сүйгіш болыңдар, сендер отырып алып, сопкаға қарап бәрін жаңа нейросет деген шыққан ғой, білесіңдер? Нейросет бәрін тауып береді маған мынандай мақала керек деп айтсаң, нейросет жазып береді өзі. Мынандай сценарий керек десең де жазып береді екен, сондай. Сендер оған сеніп қалмаңдар, өздерің еңбек етіңдер. Жастар, сендер еңбекқор болыңдар, ата-аналарыңды сыйлаңдар, ұстаздарыңды сыйлаңдар. Түсіндің ме? Еңбек етсең, абыройлы боласың, болашағың жарқын болады. Тағы да сұрақ бар екен. Соңғы рет қай автордың кітабын оқыдыңыз және қандай кітап? Мен қазір Құран кәрімді оқып жатырмын. Құран кәрім бірнеше рет оқып шықтым. Құран кәрімнің ішінде бәрі бар да ғой. Мына айтқан тәрбие, тәлім бәрі бар. Құран кәрімді оқып жатырмын. Әлде жартысынан алдым қазір. Осындай кітап. Қазақшасы да бар, арабшасы да бар. Бізді мына Қазгүлде оқыған кезде араб тілінде үйретті, оқытты. Араб тілінде жазу, жаңа Ахмет Байтұрсыновтың жазуы бар, былай жазады. Соның бәрін үйрендік. Өлеңді қашан жаза бастыңыз? Өлеңді? Өлеңді қашан жаза бастыңыз? Мен өлеңді кеш бастаған ғой, мен білмеген. Мектеп бітіретін кезім 1980 жылы, сол мектеп бітірейін деп жатыр. Енді мектеппен қоштасу керек қой. Сол кезде жаңа өзім жазып, жаңа поштамен салып жіберген ғой. Мектебім сенсің менің көзімді ашқан, ұямсың 10 жыл бойы бауыр басқан деп солай 3-4 куплет сол. Сол 1980 жылы, 18 жасында. Маған ешкім айтпаған ғой, өлең жаз деп. 1988 жылы. Музыкалық аспапта ғой. Музыкалық аспаптың көбін ойнаймын. Домбыра ойнаймын, мандолина, синтезатор, пианино. Баянда да азғантай ойнаймын. Қобызды да тартып көремін. Қазір сендер өлең айтып тұрмын, мына жерде жаңа қайда ана жерде мандолина бар. Сондай адам жан-жақты болу керек, универсал дейді. Ең сүйікті аспабыңыз қандай? Ең музыкалық аспап қой, домбыра ғой, домбыра. Одан кейін мен синтезаторды 2-3 жыл болды үйреніп, оның өзінде жүрмін. Синтезатор деген жақсы кәсіп екен. Сіздің жалпы көзқарасыңызды білгім келеді. Қазіргі кезде бәріміз білетіндей технологиялық прогресс дамуында және жалпы бүкіл әлемде жаһандану болып жатыр. Яғни көптеген жастардың көбісі жаңағы ақындардың өлеңдерін, кітаптар деген сияқты газет журналдарды оқымайды және де бұл жалпы негізгі себепшісі жаңағы жаһандану болып тұр да. Сіздің бұл мәселеге жалпы көзқарасыңыз қандай? Сіз жалпы бұл мәселеге жайлы не айта аласыз? Қазір компьютердің заманы ғой, дамып кетті. Мысалы, мен өлеңдерін теріп-теріп Фейсбукқа салсам, Фейсбуктан оқисыңдар, сендер. ВК-ға салсам, ВК-дан оқисыңдар. Содан кейін суреттерді жаңа Инстаграмнан көресіңдер. Менде сондай нелер бар, әлеуметтік сет дейді ғой, социальный сет. Соларды пайдаланып мен. Бірақ сендер оған сеніп қалмаңдар, енді кітапты да оқыңдар. Кітапты негізі оригинал дейді ғой, кітапты оқыңдар, кітап оқысаңдар. Қолмен жазыңдар, мысалы, мен өзім жазуды ұмытып қалғанмын қазір. Бәрі компьютермен тереміз да. Жазсам қолдарым қазір дұрыс емес та, жаңа подчеркілерім бұзылып кеткен. Жаһандану деген жақсы ол. Жаңа нейросет деп жатыр, сол IT заманы болып жатыр жаңа. Соны біліңдер, бірақ бәрі халықтар біліп жатыр, әлемде Еуропа, Америка дамып кетіп жатыр. Ютубты меңгеріңдер. Сендер қалып қоймаңдар, бірақ мына кітапты да оқыңдар, газетті де оқыңдар. Газеттің электронный варианты болады, соны оқыңдар. Қазақстан
Қазақстан Республикасының әлеуметтік және экономикалық дамуына үлес қосып қоғамдық қызметте атқарған елеулі еңбегі үшін Қазақстан Республикасының қоғам қайраткері деген атақ берді маған. Қайда мүшел? Міне. Мынау осы. Білім және өркениет деген орталық Астанада кеше бір ай болған жоқ осы. Мына медалды қайсы мынау. Осы ең күшті. Бірінші дәрежелі диплом деп тұр. Иә. Одан бұрын жаңа Ташкентте біріккен ұлттар ұйымының ұйымдастырған байқауында международный халықаралық сонда 3-ші орын алған. Дипломға еді. Сіздің өзіңіз жазған кітаптарыңыз ішінде ең бір сүйіктісі қандай? Бәрі де сүйікті ғой. Мынау кеше былтыр жазған ғой жаңа. Арман асулар деген өмірдегі өткен жолдарым ғой. Балалық шақтар туралы. Осы балалық шақты қыз кезеңдерін жазғанда осы. Мына өлеңдер бәрі бірдей ғой. Бәрі қымбат. Мынау облыстың әкімі берген мынау алғысқа Ақмола облысы. Болды ғой сұрақтар, иә балалар? Сұрақтар қосылды. Рахмет сізге жауаптарыңызға. Сендерге бір өлең айтып берейін. Өлеңді тыңдайық, иә балалар? Ана туралы жыр. Ayalap ösürgün cemisin Samallı sayada kuşağın genişin Hüseyin çiçeği ben sana sardım
кездесу кешімізді аяқтаймыз. Сізге тілейтін зор денсаулық, мол бақыт, отбасыларыңызға бақ береке, еңбектеріңізге шығармашылық табыс. Ал бізден енді сізге осындай сыйлығымыз бар. Осындай рамка, сіздің суретіңізді салып берді. Я с максимум. Как передали. Диплом, да? Да, вот. Ал енді балалар бәріміз Неше мектептен келдіңіздер? болашақ, сосын 5-ші мектеп, 2 мектеп. Осы 2 мектептен Ұстаздарды шақырайды, иә? Осындай кітаптар. Наталья Борисовна. Сондай-ақ мына кітапханаға детский библиотекалар. Аха, үлгілі балалар кітапханасы. Рахмет, қараңыз. Ал енді балалар естелік суретке бәрін түссе, қазір балалар